Салангани кукурбита рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет. Салангани қаптамасы 18 дана өнім, асқабақ 400 грамм, қайнатылған картоп 200 грамм, 180 грамм пияз, 55 грамм ашылған сәбіз, 2 дана болгар бұрышы, 1 ас қасық қызанақ пастасы, 2 ас қасық зәйтүн майы және 6 ас қасық күнбағыс майы, 2 бөлік сарымсақ, 4-5 ас қасық үгітіліп кепкен нан, жарты шай қасық райхан және тұз бен бұрыш. Салманы дайындау үшін бізге фаршқа қосуға қажет 125 грамм пияз, 1 дана болгар бұрышын үгітілген асқабаққа қосамыз. Картопты да сонда саламыз. Үгітіліп кепкен нан, сарымсақ, райхан, зәйтүн майы. Мұның бәрін бұрыш сеуіп мұқият араластырамыз. Фарштау алдында өнімнің орамын жай ғана бір-бірінен ажырата отырып, салманы тығыздап салуды жалғастырамыз. Нәтижесінде фарш пен тығыз солдырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, орнықтырады. Биік таба ыдысқа күнбағыс майына ұсақтап туралған 55 грамм пияз бен сәбізді, 1 дана болгар бұрышын 2-3 минут қуырамыз. Қызанақ пастасын қосамыз. Енді дайын қурмаға саланганиді тігінен бір-біріне тығыз орналастырып, оның жоғарғы деңгейіне дейін абайлап, қайнаған ыстық су құйып, тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 15 минут қақпағын жауып, бәсең отта қайнатамыз. Дастарханға ыстық күйінде балғын көкөністермен, жүгерімен немесе қышамен ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.